Дүйсенбілік күннің кестесі бойынша қала әкімі Қайрат Нүкенов Қоянды ауылының тұрғындарымен жүздесті. Кездесу барысында Екібастұз басшысы өз сөзінде Қазақстан жерінде тәуелсіздік жылдарында орын алған елеулі оқиғалар, айтулы жетістіктерге қысқаша тоқталып өтіп, өткен жылда Екібастұз өңірінде жалпылай атқарылған жұмыстар төңірегінде есеп берді және экономикалық дамуының басым бағыты ауыл шаруашылық саласы екендігін баса айтты. Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 36,9%-ға ұлғайды және 7 миллиард 700 миллион теңгені құрады. Шаруа қожалықтары 330 миллион теңге көлемінде субсидия алды. Ол 2015 жылмен салыстырғанда 24%-ға артық. Бұл қаражаттар мал және өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасы мен өнімділігін арттыруға, асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға, ірі мал азығының құнын арзандатуға бағытталған. Осылайша есептік кездесу барысында Қоянды ауылының әкімі Мадина Ағзарқызына сөз кезегі берілді. Баяндамаға жүгінсек, атаулы елді мекенде 774 халық тұрады. Оның ішінде Қоянды ауылында 508, құрылышы бөлімшесінде 164 және Теміртас станциясында 102 адам тұрады. 3 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен 17 жекеменшік кәсіпкерлер бар. Атаулы елді мекенде мал өсімі байқалады. Поголовье скота составляет КРС 2270 голов. Ірі қара мал 2270 басқа, қой 6093, жылқы 1137 басқа көбейді. Айта кетуіміз керек, ірі қара малға емдік шара қолдану үшін арнайы станок орнатылған. Мал дәрігерлері жоспарға сай ветеринарлық жұмыстарды, яғни бруцеллезді анықтау үшін малдардан қан алып, Сібір жарасына қарсы екпелер жасайды. Шынымен ауылдағы басты кәсіп мал өсірумен айналысу болып табылады. Оның ұлғаюымен қоса мал ұрлығы да белең алып тұр. 2016 жылдың 12 ай ішінде Екібастұз өңірінде мал ұрлау бойынша 26 факті тіркелген. Осы орайда сөз алған Екібастұз ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция қызметінің басшысы Елнұр Букаев бұл қылмысты ауыздықтау үшін келесідей шаралар қолданғаны жөнінде мәлімдеді. Гаят ауылдық округында 8 қылмыс, Шиқылдақ ауылында 2, Құдайкөл 4, Ақкөл 2, 4 үй, Алтау, Бесқауға, Марғыла, Мұнтұмар және Шідерті бір-бірден қылмыстар болған. Жайылымдылық аумақтарда және басқада жүрген малды ұрлау бойынша 19 қылмыс тіркелген. Мал ұрлығына қарсы іс-қимыл бойынша жеке жұмыстар жүргізілуде. Жыл басынан бері сондай-ақ 1 қыркүйек пен 1 желтоқсан аралығында өткізілген учаскелік шеңбер азаматтардың аралап тексеру жүргізілді. Оның мақсатында малды міндетті түрде таңбалау мен бирка салу жөнінде жұмыстарын жүргізді. Алайда ауыл халқын қар мәселесі алаңдатады. Биылғы жылы ерекше қалың түскен қар тұрғындардың жүріп тұруына бөгеу болып тұр. Наразылығын білдіргендерге ауыл әкімі қарсы тұрып, мәселені жоққа шығаруға тырысты. Мына центрдегі көшелер неге тазалайды онда? Бізді тазаламайды. Мен соны сұрақ сізге. Қалай тазаламаймыз? Сіздің көшеңіз таза ғой. Міне сіздің көшеде Дархан Жүсенович тұрады. Талап бердік қой, отырыңызшы. Айтуға болмайды. Да, он должен... Мен айттым мен. Сұрағына мардымды жауап ала алмай, қолын бір сермеп отыра кеткен мына ер адамның жағдайын Екібастұз әкімі өз арнайы тексеріп қайтуға бел буды. Бірақ кейінгілердің де алға тартқан сауалдары осы төңіректе өрбіді. Далада жібермеді, кіргізбеді, тұрдың далада. Түгел мені видеоға түсіріп алдым. Көріңіз, біздің Қора жағын? Қора, үште көшенің қарын біздің ұлтты неге двордың ішіне жіп қойды. Далаға шығатын жер жоқ. Шығардық қайда, наоборот, мен үйіп қойғының өсі. Мен вораттан тазалау десем, сағат 6 дейді. Ал енді ана көшенің қарын мен қалап әткенде мен үйіп қойды. Чистили улицу, получается, за свой счет. Мы, если вы скажете, если оно должно быть так, мы согласны, мы будем сами чистить. А как оно должно быть, мы не знаем. Очищается за счет акимата сельского округа. На это финансовые средства выделены полностью. Подъездные дороги, которые на балансе находятся отдела жилищно-коммунального хозяйства, очищаются за счет подрядных организаций, которые нанимает
на тендерной основе отдел. Поэтому здесь мы обязаны очищать. Туындаған мәселеде тікелей хабардар ету үшін Екібастұз басшысы күллі ауыл тұрғынына өзінің ұялы телефонның нөмірін жария етті. Және жиын соңында ақпан айының 8 күні өнер мәдениет үйінде өтетін қала әкімінің қорытынды есептік кездесуіне қатысуға делегация мүшелігіне кіретін кандидаттар таңдалып, олар бір ауыздан құпталды.